Қазгрант білім беру орталығы. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге шеңбердің ұзындығын табуды үйренеміз. Сонымен шеңбер ол ортасы жоқ, яғни ортасы бос фигура. Бұған мысал ретінде сақинаны айтсақ болады. Сонымен шеңбердің ұзындығын табу үшін ең басты формула, яғни ұзындығы ағылшынша L әрпімен белгіленеді. Ұзындығы ағылшынша L әрпімен белгіленеді. L тең шеңбердің ұзындығы 2 пай r. Бұл жердегі пи ол тұрақты. Пи ол тең болады шамамен тең 3,14 деп алынады көбінесе. Ол шамамен саны. Пидің мәні негізінен 3,14 емес, алайда оны жуықтап көбінесе 3,14 ретінде алады. R ол бізде радиус. Радиус дегеніміз ол шеңбердің дәл ортасынан бір жақ шетіне дейінгі ұзындығы. Дәл ортасынан шеңбердің әр шетіне дейінгі радиусы ол бірдей болады. Тіпті осы жерге дейін қойсақ, радиусы бірдей болады. Бұл радиус болады, бұл жерде де радиус. Сонымен мысал келтіріп көрейік. Шеңбердің радиусы бізге берілген болсын. 5 сантиметр берілген болса, шеңбердің радиусы, яғни ортасынан шеңбердің бір жақ шетіне дейінгі ұзындығы 5 сантиметр болған жағдайда, оның, яғни шеңбердің ұзындығы қанша? Формуланы жазамыз. 2 көбейтілген пи тұрақты 3,14 және де көбейтілген радиусымыз 5 сантиметр. Бұл жерде тең болады. 5-те 2-ге көбейтеміз 10, 3,14-ке көбейтеміз 31,4 сантиметр. Кейбір есептерде бізге керісінше шеңбердің ұзындығын береді, яғни L тең 94,2 сантиметр деп берілуі мүмкін, және радиусын тап деп сұрауы мүмкін бізден. Бұл кезде дәл солай формуланы жазамыз. Яғни бізде формулаға қарасақ, L бізде белгілі, 2 L белгілі, пи тұрақты білеміз, сонда бізде R ғана белгісіз. Сонымен формулаға қойып жазамыз. 94,2 тең болады 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген R, яғни радиус. Радиус тең болады 94,2 бөлінген 2 көбейтілген 3,14. Бұл жерде 3,14-тен 94,2 қысқарады, 30 қалады бізде. Және 30 бөлінген 2 ол 15. Яғни бізде 94,2 сантиметр берілді ұзындығы. Радиусы 15 сантиметр болып шыққан. Шеңбердің ұзындығын табу үшін керек формула 2 пай r. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Қазгрант білім беру орталығы.